Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кеспе көжесін дайындайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Бізге бар жоғы ет, сәбіз, пияз және де томат. Ал сарымсақ ол міндетті емес. Қызып тұрған майға әдеттегідей пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Сәбізді бұлай турау міндетті емес. Мен өзіме осылай ұнайды. Және де етімізді салып қуырамыз. Етті қатты қуырудың керегі жоқ. Міне томатымызды саламыз. Сарымсақ және де қайнаған суды құйып араластырамыз да етіміз піскенше бетін жауып қайнататын боламыз. Орташа отқа қойып. Міне түсі осындай әдемі болады. Мен 1,5 сағатқа қойдым. Оған дейін қақпағын ашып қарап тұрыңыздар. Суы азайып қалса құйып тұрыңыздар. Ал дәмдеуіштерді біз кейіннен салатын боламыз. Менде процесі осылай. Орташа отқа қойдық. Ал қамырына кірісетін болсақ, менде қолдың қамыры, мен осылай алдын ала кесіп дайындап қоямын. Алдағы уақытта осы қамырына жеке видео түсіретін боламын. Міне сорпамызға тұз, бұрыш, дәмдеуіштер саламыз. Әрине ол өз қалауыңызға байланысты. Мен тек тұз және қарабұрыш және лавровый лист салдым. Міне. Одан кейін картопымызды саламыз. Картопты ұсақтап турайсыз. Міне. Одан кейін картоп піскеннен кейін қамырымызды салатын боламыз. Қамыр салғаннан кейін оны тек 15 минутқа ғана қайнатасыз. Өте баяу отқа қойып. 15 минуттан кейін біздің тағамымыз дайын болады. Міне, астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басамыз.